Осындай Mercedes бар екен базарда. Кабан. Мынау 600 ма или қалай? 3-2-лік жүріп кетсек былай қарай. 97 рестайлинг дейді. 3-2 автомат. 2.800.000 бағасы. Осы номерде. Алдын қапта осының қарасын көрсеткен болады. Мана жерде номері болған жоқ. Мына номері бар. 97, анау 99. Соның үстінде біраз әңгіме болған. 98-ден кейін шықпаған ондайды. Кабан 3-2-лік алам деушілер болса, базарда тұр 2.800.000. Капоттың астын көрсетіп жіберейік, асып жатыр екен. Осындай TikTok каналға тіркеліңіздер. Арнайы TikTok үшін кабан түсіріп жатырмын. Өйткені алдыңғы базарда кабанға көп қызығушылар болды. Осындай серебристый да бар. Toyota Corolla 2007 жылғы 1.8 автомат 5.100.000 бағасы. Осы номерде 5-1-ге 2007 жылғы Corolla алам деушілер болса, заводской краска дейді. Осындай кішкене сол жақ есігінде тиген екен. Салон көрсетіп жіберейік. Осындай салоны. Арция. Бұлай жалпы таза машинаның іші. Алам деушілер болса, номерге хабарласасыздар. 5.100.000 Corolla бар. Базардың бір шетінде жалғыз өзі мынандай әдемі кабан тұр. 93 жылғы 3-2 объемы. Бағасы 2.800.000. Телефон номері осы номерде. Енді капотында кішкене 93 жылғы машина болғасын осындай нәрселері бар. Бірақ целым кузовы, сүйегі сау сияқты. Есігі жабық тұр. Ішінде отыр жігіттер. Қазір S600, S600 міне. Мынау өтірік емес, ана қытайский машиналардағыдай. Бұл енді өзінде реально бар зат. GoPro'мен тұр екен. Зимний дөңгелек GoPro. Полный кожа. Осындай алам деген жандар болса, люкпен 2.800.000-ге мынандай кабан алған дұрыс деп ойлаймын, егер вариант болса. Бірақ бұны енді асырауы да бар. 3-2, налогы примерно 39-40 мың теңгедей. Бірақ енді жүрісі бұл король трассы ғой. Каналға тіркеліңіздер, TikTok'қа. Назарларыңызға рахмет. Toyota Camry 30-ка 2.4 бензин 5.200.000 бағасы. Алам деген жандар болса 2.4 2003 жылғы осы номерде 5.200.000 саудасы бар. Алам деген жандарға осындай полный электропакет, Android қойылған, Ева поликтері бар. Осындай салонда чехол кигізілген салонға. Артқы жағдайы осындай болып тұр. Артында кішкене бамперінде сызаттар бар, бамперінде. LA комплектация американец. Менің танысымдікі. Алам деген жандар болса, кішкене скидкасы болады. Менен деп айтсаңдар. Авторинг барстың TikTok деген каналдан десеңдер, скидка жасап береді ғой, нормально қылып. Саудаласасыңдар. 5.200.000-ге Camry бар осындай. Hyundai Elantra 2013 жылғы 1.6. Бұл механика. Бағасы 4,5 миллион. 2013. Алам деген жандар болса, осы телефон номерге хабарласасыздар. 8702-688-9509. Осындай Elantra бар, механика. Қазір артынан да көрсететін боламыз. Салонын бір көрсетіп жіберейік. Алыстан қарап тұрып шақырып алды. Салон тап-таза, потолоктары да таза екен. Ондай бір ақауы жоқ. Артынан көрсетіп жіберейік. GLS. Осындай Hyundai бар. Арт жағында көрсетіп жіберейік. Артқы салонында заттар жатыр екен, бірақ таза. Полный электропакет.
корректор фар. Осындай. Мұнда тағы қосымша айтатын нәрселері. Ондай артық нәрсе жоқ енді. Простой кәдімгі механика алам деген жандар болса 4 миллион 500-ге өте жақсы вариант. Осындай. Менен TikTok'та бір кісі RX Lexus түсірші деп еді. Мұнда 4-еуі қатарынан тұр екен. RX 300, 330. Осындай. 2001 жылғы Lexus 300, 3 литр 5 миллион 800 бағасы. Осы нөмірді. Газ бензин. RX 300 қазір артынан да бір айналып көрсетем, барлығын алдынан бір көрсетіп жіберейік. Мынау 2000 жылғы RX 300, 3 литр 4 миллион 700 бағасы. Номері 8778 002 7260 деген номерде. Осындай RX қара түсі бар. Мынау RX 330 ба? Қателеспесем, или 330, 350 ма? 330. 2005 7 миллион 900 8778 002 7260. Мына екеуі номері бір. Хозяиндары бір сияқты, бір номер жазылған. Мынау көк түсті RX 350 2006 3/5 бұл 8 миллион 400 002 8700 221 1932 деген номерде RX бар. Алам деген жандар болса, салонын бір артынан көрсетіп шығайық. Бәрінің менен RX сұрайтындар тіркеліп қойыңыздар. Мына жерде де біреу тұр. Мынандай артынан мынау 350, мынау 330, мынау 302, мынау газбен 3 литр. Алам деген жандар болса, базарда RX-тан көп зат жоқ. RX көрсет дейтіндерге мына осындай вариант. TikTok, YouTube-қа тіркелеміз. Авторынок Барыс деген TikTok канал. Тіркеліңіздер, өтініш, басқа ештеңе сұрамаймыз. Тіркеліңіздер, мен сіздерге айтқан машиналарыңыз көрсетуге тырысам. Бүгін базарда өте машина көп. Базар өлді деп атқандарға айтарым. Базар тіріліп кетті бүгін қайттан. Күн жылынған сайын базар көбейе береді. Алдағы базарларда көрсетеміз. TikTok'та комментария жазыңыздар, мынандай машина көрсет деп. Көрсетуге тырысамыз барынша. YouTube-қа да тіркеліңіздер. 70% адам ғана 70% адам тіркелмей, 30% ғана тіркеліп қарайды екен. Сол 70% толықтырайық жігіттер. Назарларыңызға рахмет.